Назарбаев Горбачевтан тапсырма алған. Уағдаласқан, келіскен, сондай Қонаев туралы сын айту керек, қызметтен кетіруге дайындау керек, мүмкіндік болса кетіру керек. Енді ары қарай отыра бермейтіндей жағдай туғызу керек деген ғой. Орнына сен боласың деген шығар Горбачев Назарбаевты. Қандай сын болса да айт, қорықпа, одан кейін ар жағында мен өзім қорғаймын деген сияқты. Сондай нәрсе болмаса, Назарбаев дәл сол жағдайда, сол жылдарда Қонаевқа дөң айбат шегетіндей, сын айтатындай жағдай жоқ еді. Егер мысалы Горбачев емес, қайта құру басқаша жағдай болса, ол ондайға бармайды. Назарбаев әдейі тапсырма бойынша сынады. Кейін өзі жазады ғой, мен сол сынағаным үшін Қонаев мені жек көрді, үстімнен домалақ арыздар ұйымдастырды, сөйтті, бүйтті, мен қызметтен босатыңыз, облысқа болса да жіберіңіз деген сияқты пікірімді айттым деп. Мен оның ешқайсысына сене алмаймын. Сене алмайтын себебім, ол Қонаев одан өш қайтаратын адам емес. Не болмаса жағындай арыз жаздырып, оның соңына түсетін адам емес. Қолында тұр, әлі билігі бар. Орнынан өзін алып тастағанша, айда кет деп, орталық партия комитетінде қарап, өзінің кінәсін тауып, бұрын бар кінәсі бар, ол үкіметті басқарып отырған адам. СК-ның секретары болған адам. Қай жағынан болса да, оғанда кінәлер табылады ғой. Сөйтіп те оны жұмыстан шеттетіп тастауына болар еді, құдіреті бар еді.